Мындай дөңгелек құлпытастар Атыраудың, яғни жайықтың жағалауларында, жайыққа жақын жерлерде кездеседі. Басқа өңірлерге қарағанда осында бізде Атырау облысында осындай құлпытастар кездеседі. Дөңгелек пішінде, дискілі деп айтады. Мынау қазір Сұлтанәлі деген қауым, Индер ауданында. Мынау Бес руы, Есенқұл тайпасы, Үсен бөлімі. Өтеген аймағы, Мұхит Қашқынұлы опат 11 жасында 1930 жылда алып қойды әкесі дейді. Әкесі өтеген қойған ғой. Осындай бір ерекше дөңгелек құлпытастар бар бізде Атырау жақта.